Сәлем достар. Сіздерге бүгін өзбек халқының сүйсініп жейтін наурызда жасалатын тәтті сүмәләк атты тағамын ұсынамын. Бұл тағам көбіне балаларға, жас үлкен кісілерге өте пайдалы болып келеді. Себебі сүйектерді қатайтып, иммунитеттерді көтереді. Дәрумендерге өте бай. Бұл тағам түрі тәтті болғандығы үшін балалар сүйсініп жейтін тағам түріне жатады. Бидайды 6 күн бойы өндіріп, мясорубкадан қайта-қайта 3 рет өткізіп, суға жақсылап жуып, шырынын шығарып сүзіп аласыздар. Оны қазанға құйып, оның үстінен ұн саласыздар. Тағы да сұйық май қосасыздар. Міне қараңыз, тамыры қандай қалың, осылай жасау. Күн түспейтін қараңғы жерде өндірсеңіздер, өте дәмді болып, тамырлары қалың болып, дәмді болып шығады. Рецептке келсек, тоқтатпай араластырып, астын қатты отпен жағасыздар. Bundan salapsanız. Қоюланғанда арада қайнап тұрған судан қосып тұрасыздар. 10-11 сағатта тоқтатпай қайнатып, араластырып пісіріп аламыз. 5-6 сағат дымдап қоямыз. Сонымен сүмәләгіміз дайын. Ұмытыппын ғой. Астына тас салып жібересіздер, бір табақтай. Астына алып қалмау үшін қайнатудан алдын.